Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыстың шағылуы деген не? Ендеше сабағымызды бастамас алдын мына өлең шумақтарын айтып көрейік. Жаратылыстану сабағын жақсылап ұғып аламыз. Сәулесі деп сананың бәрін зерттеп табамыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта біз дыбыстың шағылуы не екендігі жайлы айтатын боламыз. Ендеше сабағымызды бастамас алдын мына дыбыстарға назар аударыңдаршы. Бұл дыбыстар ненікі екенін табу керексіңдер. Ендеше бастайық. Балалар, бұл ненің дауысы? Бұл күннің күркіреуінің дауысы. Енді келесі. Ал мынау ше балалар. Дұрыс айтасыңдар, бұл сылдырлап ағып жатқан судың дауысы. Келесі. Бұл ненің дауысы балалар? Бұл шырылдап жатқан құстардың дауысы. Ендеше соңғы дыбысқа назар аударыңдар. Балалар, бұл ненің үні деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл музыкалық аспаптың үні. Естіген дыбыстарыңды қалай жүктер едіңдер? Дыбыс қалай таралады екен? Дыбыс барлық бағытта таралады. Ендеше, балалар, алдарыңдағы суретке назар аударыңдаршы. Көше шуы естілуі үйдің төменгі қабаты мен жоғарғы қабатында қалай естіледі? Балалар, көше шуы жоғары қабатта бәсең естіледі, ал төменгі қабатта қаттырақ естіледі. Жарайсыңдар. Ендеше тапсырмаларға көшейік. Негеш пен Эвриканың табиғат аясына саяхаты бейнеленіп тұр. Алдарыңдағы суретке қараңдар. Сендер осындай таулы жартасты жерде болып көрдіңдер ме? Айғайлап дауыс шығарған кездерің болды ма? Сонда не естідіңдер? Балалар, бұл жерден қандай дыбыс ести алады? Дыбыс қайдан пайда болады деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға жауап беру арқылы сендер өз тәжірибелеріңмен бөлістіңдер. Сонымен, дыбыс жарық тәрізді айналадағы денелерге соғылып, кері шағылады. Оның шағылуын жаңғырық деп атайды. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, топпен зерттеу жұмысын жасап көрейік. Бірінші зерттеу жұмысымызға бізге су, тас және ыдыс керек. Алдымен су құйылған ыдысты және тасты дайындап аламыз. Тасты судың ішіне тастаймыз. Судың бетінде пайда болған толқындарға мұқият қараңдар. Ал енді мына сұрақтарға жауап беріңдер. Суға түскен тастан пайда болған толқындар қалай таралды? Су толқындарының орталығы қай жерде? Суға лақтырылған немесе түскен заттан пайда болған толқындар шеңбер жасап тарайды. Жарайсыңдар. Ал енді екінші зерттеу жұмысына көшейік. Ол үшін бізге 2 полиэтилен пакеті, құм,
су және тиын керек. Екі полиэтилен пакетін дайындап, бірінші пакеттің жартысын құммен, ал екіншісі пакетті сумен толтырып, аузын байлап аламыз. Алдымен құм салынған пакетті үстел үстіне қоямыз. Біреуің тиынмен үстелді тарсылдатып көріп, ал екіншісің құмы бар пакетті құлақтарыңа тосып тыңдаңдар. Дыбыс қандай болды? Ал енді үстелдің үстіне су құйылған пакетті қоямыз. Біреуің тиынмен үстелдің үстін тарсылдатасыңдар, ал екіншің суы бар пакетке құлақтарыңды тосып тыңдайсыңдар. Енді осы екі дыбысты салыстырыңдар. Не өзгерді деп ойлайсыңдар? Жақсы балалар, бұл зерттеуден біз қорытынды шығарамыз. Дыбыс қатты денеде де, сұйықта да таралады деген қорытынды жасай аламыз. Жарайсыңдар, дыбыс толқыны да жарық сәулесі сияқты шағылады. Дыбыс алдында тұрған кедергіден шағылып, кері қайтады. Жақсы балалар. Ал ендеше алдарыңдағы суретке қараңдаршы, суретте не бейнеленген? Сендердің ойларыңша, орманды жерде жаңғырық болады ма? Орманды жерде адасқан адамның орнын табу қаншалықты қиын деп ойлайсыңдар? Неліктен? Дұрыс айтасыңдар, болады, себебі дыбыс көзінен шыққан дыбыс толқындары әрбір ағашқа барып шағылып, жан-жаққа таралады. Ендеше сергіту сәтін жасап бір демалып алайық. Жақсы, ары қарай кеттік. Енді өзімізбен өзіміз өздік жұмыс жасап көреміз. Алдарыңда тест берілген. Тест 4 түрлі сұрақтан тұрады. Бұл сұрақтарда өздеріңе ең дұрыс деген жауапты таңдайтын боласыңдар. Ендеше іске сәт. Орындап болсақ, балалар, мына сұраққа жауап беріңдерші. Жаңғырықтың қандай пайдасы бар? Эхолот деген сөзді естіп көріп бедіңдер? Эхолот қайда қолданылады? Кемелерде су тереңдігін анықтау үшін қолданылатын эхолоттың жұмыс істеу принципі дыбыстың шағылуына негізделген. Құрылғы дыбыс толқындарын су түбіне жіберіп, шағылған дыбыстың құрылғыға қайтып оралған уақытын өлшеу арқылы су тереңдігін анықтайды. Өте жақсы балалар. Ендеше сабағымызды аяқтау үшін, қорытындылау үшін кері байланыс жасап көрейік. Сөйлемді аяқтау әдісі арқылы сендер сабаққа деген өз ойларыңды білдіресіңдер. Алдарыңда берілген сөйлемдерді өз ойларыңмен аяқтап, сабақ туралы өз ойларыңды айтатын боласыңдар. Жақсы балалар, сендерге көп-көп рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.